дәптер қалай? дәптер мен ручка керек па обязательно? Негізі керек. Давайте сабағымызды бастайық. Өткен сабақта мен тегін клиентті әкелудің жолдарын көрсеттім. Тақтаға сызып тұрып, тақтаға сызып тұрып көрсеттім. Соның біреуі қалған. Кішкене обширный тема болған соң мен соны соңына қалдырдым. Себебі өткенде 1,5-2 сағаттай отырып қалдық біз. Ненің өзімен. Сол бірінші сабақта. Екінші бөлігін мен өткізейін деп едім, ол жерде шынымен оның өзі 1 сағаттай алады. Содан соң мен кейінге қалдырғам. Қазір кім көреді оны сабақты, қазір мына сабақты, онда өте жақсы. Өйткені біз осы WhatsApp бизнес WhatsAppпен сатудан басталған негізі. Инстаграм қатты дамымай тұрған кезде бізде еще инстаграмда бір нелер болады ғой, енді адам болған соң бір кедергілер болады, психологический кедергі болады, мысалы инстаграм арқылы. Немесе тағы камераға сөйлеу жағы қиын болуы мүмкін. Алуа ханым, қайырлы күн. Қуаныштымын Саламатсыздар. Саламатсыздар. Так, сондықтан WhatsApp деген өте керемет нәрсе. Просто өткен жылы біз қатты жұмыс істегеніміз соншалық, біз қазір 20-25 мың, қазір осы бір ай өтті ғой, тағы да 5 мың не қостық контакты WhatsApp'та. Ойлаңыздар, WhatsApp тем более қыздыруға жақсы, адамдар бәрі жақсы қолданады. Сондықтан WhatsApp'ты құнсыздандырмау керек, былайша айтқанда. Давайте бірінші мен айттым, өткенде тақтаға сызған кезде қайтадан сызам ғой деймін, что-то не болып отыр. Түсіндір. Сызып көрсін. Тиктокты мен көп істеймін. Бір минут. Бір минут. Сабақты қайталап көретін адам мен тақта өшіріп қуандырған өтші. Үстіңгі жағы керек жоқ. Мына сабаққа кірсе де тақта өшіріп отыр. Мына сабаққа кірсе де тақта өшіріп отыр. Көрініп тұр ғой? Жарық түсіп тұр ғой деймін, сол жерге. Көрінді. Былайша көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр, иә. Әлде керісінше істеймін бе? Жоқ, былай қарай. Былай. Өткенде біз нені айттық, Профиль. Инстаграм парақша, клиент әкелудің тегін жолдарына, TikTok парақша дедік. Соң WhatsApp статуста айттық. Содан кейін нені айттық біз? YouTube. Сөйтіп бұлай кете берді. Жалпы біздің сату алаңдарымыз тегін бәрі. Тегін. Последний сарафанка болған бізде. Енді
мына жерде WhatsApp десек, WhatsApp статусы, WhatsApp статус. Енді бізде жұмыс телефоны бөлек болу керек, айттым оны, Мгм. жұмыс телефоны болу керек. Жұмыс телефоны. Бизнес WhatsApp болу керек қой, иә? Бизнес WhatsApp болу керек қой. Иә, бұл жерде WhatsApp статусы бизнес болу керек қой. Бизнес WhatsApp. Енді біз мына жұмыс телефонына басында біз өзіміздің телефонымызбен істеп, өзіміздің WhatsApp'ымызбен істеп бастағанбыз. Сосын ол телефонды ақыры жұмыс телефоны қылдырып жібердік. Әйтпесе клиенттер жаза береді. Сіздің өзіңіздің жеке өміріңізбен жұмыстағы өміріңіз нетпей қалады, араласып кетеді бәрі. Сондықтан жалпы біз осы саламен айналысам десеңіздер, осылай істегендеріңіз дұрыс болады, басынан бастап. Сосын барлық номерді түскен сақтап отырған жөн. Қандай номер болса да. Себебі рассылка жасау үшін де нені өшіре салыңыздаршы, өтініш. Кімнің дауысы шығып отыр, баласын. Нені бөліп отыр, мен сабағымды ше. Ойым бұзылып отыр да. Сосын номер сақтаған соң, атын, қаласын сақтаңыздар. Просто шынымен айналысам деген адамға мен қазір көрсетейін сіздерге. Менің контактымдағы ше. Контактымда давайте алайық бір адамды. Давайте таңдаңыздар. Перизат деп алайық, мына жерде екі перизат отыр ғой. Контакты деймін. Перизат. Менде бизнес Перизат Арстанова. Перизат қараңыздар. Давайте қанша перизат бар санаймыз. Просто мен айтып жатырмын ғой, 25 мың нөмір бар бізде қазір сақталып тұрған. Сондықтан сіз перизат деп құр сақтасаңыз, это не болады анандай. Шатасасыз. Перизат Алматы, там күнін жазсаған дұрыс, числосын. 22-сі, там бүгін 29-ы 07-сі 2025 жыл деп сөйтіп сақтаған дұрыс. Себебі мынау сияқты болады, қараңыздар. Ипотека перизат Ақтау деп тұр, 11-06-24 жыл. Бір жыл 2 ай бұрынғы мынау номер сақталған. Ипотека перизат Алматы 29-05-24. Екіншісі де ипотека перизат Алматы, көрдіңіз, тек қана числосы басқа. Сосын ипотека перизат Сатпаев. Ол не число бар? Не үшін числомен сақтау керек? Адам көп сақталады. Себебі 25 мың адам қайталанады. Перизаттар санаймыз, мына жерде қанша перизат бар ше. Давайте просто клиенттердің жазған уақыттары ғой. санайық. Бір, екі. Просто мен үлкен объемды сіздерге көрсетіп жатырмын. Егер сіз осы жұмысты бастасаңыз, немесе басқандай жұмыс жасап бастасаңыздар да, бұл номер сіздерге бәрібір керек болады. Өмір бақи бір саламен айналысатын болсаңыз. Онлайн сала болсын, қазір түсіндіремін не үшін. 1, 2, 3, 4 перизат, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23 перизат. Көрдіңіз бе? Сондықтан номер сақтаған кезде бір какой-то шаблонмен жасаңыздар, перизат там Ақтау несі число. Күніне даже 2 перизат Алматыдан, 3 перизат Алматыдан шығуы мүмкін. Түсінікті ғой осы жағдай, Просто сіздер сатудың бұл бір нелері ғой, тетіктері. Сіздер тек қана, мен айтамын ғой, менің сабақтарымды жалпы тек қана мына неде пайдаланып емес, ипотека саласында, любой салада пайдалансаңыздар болады. Сондықтан айтып отырмын сіздерге, ертең мына номерлер керек болады. Клиенттер ғой бұл сіздің потенциальный. Жарайды, ішінде бір 10%
болады өзі адамдар бар ғой андай тұрақсыз адамдар болады, номерін ауыстыра береді ғой. Қалған 90% мен сияқты адамдар неме тәгі тұрақты. Олар бір номер алды ма болды. Значит, сол нөмірмен сіз 10 жыл пайдалануға болады. Сіз ананың құндылығын ойлап тұрыңыз. Оның сіздің сақтаған неңіз каждый клиент қой. Мысалы, өткен сабақта айттым, бір подписчиктің құны $1 тең. Қазір 530 теңге қазір. Ойлаңызшы, сіздің сақтағаныңыз 530 теңге пайда алып жатсыз эконом өзіңізге. Сондықтан өзіңіздің жұмысыңыз күніне 10 номер сақтасаңыз, это 5000 теңге өзіңіз пайда келдіңіз де экономика жағынан өзіңізге. Экономия. Бұл да как не сияқты Инстаграм, ТикТокта подписчик жинайсың ғой, вот тура сондай ғой. Просто сіздерге қазір құндылығын түсіндіріп отырмын бұл жұмыстың. Анандай 10 нөмір сақтаған соң бір шаршап қалуың мүмкін. 100 нөмір, күніне 50 нөмір сақтаған соң шаршап қалуың мүмкін. Бірақ оның құндылығын түсініп тұрсыз. Түсініп тұру керексіз. Түсінікті ғой осы жағдай, Давайте, енді. Сыйымдылығы жоғары телефон алу керек сияқты. Ол неге сыймайды, ол неге симка картаға сыймайды. Неге телефондар қазір немен, мысалы сіз контактыларыңызды немен привязка жасап қойсаңыз болады, почтаңызға. И ана жалпы контактылар көп орын алмайды. Анандай бұл бір фотоның ба, екі фотоның, качествосы жақсы фотоның орнын ғана алады сондай ақ. Андай бір керемет орын алатын нәрсе емес ол. Бір видеоның орнын ғана алатын нәрсе бұлай. Сондықтан салмағы жоқ оның сондай керемет. Так, давайте сабағымызды арға жалғастырайық. Жалпы бизнес WhatsApp не үшін? Өйткені обычный WhatsApp-тан қарағанда оның возможностьтары көп. Элементарный. Қазір бизнес WhatsApp сіздерге айттым, лақтырып алыңыздар деп. Мысалы, настройкаға кірсеңіздер, бизнес WhatsApp, мына жерде размещение рекламы деп тұр, көрдіңіздер ме? Обычный WhatsApp деп жаса алмайсыздар. Мысалы, размещение рекламаны басып, мына жерге өзіңіз туралы, мысалы, профиліңіз, аваңыз, фото на вашем устройстве дейді, көрдіңіз? Мына жерге сіздің немен айналысып жатсыз? Сол туралы баннер, сондай салып қоюға болады. Адам кірген кезде бірден, что сіздің немен айналысатыңызды көру керек. Бұл да Инстаграм сияқты сөйтіп қолдануға болады бұл жерде. TikTok сияқты сату алаңы. Видео салып қоюға болады, көрдіңіз? Видео даже қойып қоюға болады, что сіз бір нәрсемен айналысып жатсыз. Ипотека саласымен ба, білмеймін енді, көп қой. Товары из вашего каталога дейді. Каталог жасап қоюға болады мына жерге. Баннерлардың бір 5-еуін салып қоюға болады. Ипотекамен бағана осындай тиімді жолмен алып беремін деген бір жазулармен істеп қоюға болады, көрдіңіз? Так, управление объявлениями дейді мына жерде. Бұл енді ана не ғой? Фейсбукқа неге прямой шыққанға осы жерден болады. Өйткені бұлар бір компания, мета деген білесіздер, Инстаграм, Фейсбук, WhatsApp бір компания. Сондықтан бұлар бір-бірімен связаны. Даже бар ғой мына WhatsApp-қа ана бір жұлдызша бар ғой, білесіздер ме? Инстаграмда тұрады ғой, көк. Білесіздер ме? Инстаграмға кірсеңіз, ана ол ақылы, ай сайын бір 4000 теңге ма төленіп тұрады. Галочка ма? Иә. Мына WhatsApp-қа да болады ондай. Әйтеуір Телеграмда да болады, звездочка. Иә. Ол не үшін звездочка? Сенімді деген сөз ғой ол. Сенімді компания деген сөз. Так, дальше. Инструменты для бизнеса үшінші тұр. Басамыз. Бұл жерде енді міне бағана мета верифайд деп тұр, міне көрдіңіздер ме? Галочканың несі. Алсаңыз андай бір мықты компания сияқты көрінуге болады осылай. Так, каталог. Тоже мына жерде каталог бар. Покажи свои товары, услуги дейді. Размещение рекламы осы жерде жасайсыз бәрін. Управление объявлениями, понятно. Ярлыки, мысалы, бір адам сізге потенциальный клиент,
сіз олмен сөйлестіңіз, и осы ярлыққа басып қоюға болады оны. Мысалы, консультация өткіздім деп, консультация өткізілген деген сияқты жазып қоюға болады. Статусында көрсетуге болады яғни. Галочкадан кейінгі деген ме? Сондай қылып жіберемін. Мына жерде упорядочивание чатов деген ярлық. Мысалы, енді қалай айтсам болады, товар жіберілген деген сияқты ма андай. Енді әртүрлі еще өзіңіз жазып қойсаңыз болады атын, сол галочканы. Сонда 5-6 адамға, мысалы, сізде бір клиент келді, сіз консультация өткізгенсіз, сіз жазып қойдыңыз консультация өткізілген клиент ретінде оны, чтобы шатастырмау үшін. Немесе сопровождение алғысы келді деген сияқты жазып қоюға болады. Ертесінде, мысалы, қайтадан сол адамдарға хабарласасыз да. Түсінікті ма? Мынау приветственное сообщение дейді. Приветственное сообщение. Мысалы, сізге бір адам жазып қалған кезде, андай сізге сообщение келеді. Саламатсыз ба деп отырмай сразу жібере салады. Саламатсыз, қайырлы күн. Саламатсыз, қайырлы күн деппін ғой. Қайырлы күн, есімім Қанат. Мысал айтып отырмын. Есімім Қанат. Осындай саланың маманымын деп жазып дайындап қоюға болады. Неме тана? Азынан жазып жіберейін, басып жіберейін, принять. Сөйтіп өзіңіз туралы ақпарат и немен айналысатыныңыз туралы ақпарат и нені басынан бастап нету керек қой. Неме тана? Оның аты жөнін, сұрап па, сөйтіп уже сұрақ қойып, қалай сізге көмектесе аламын, қандай сұрағыңыз бар деген сияқты қысқаша сөйтіп жазып қоюға болады приветственное сообщениеға. Чтобы сіз олмен уақыт қой бұл жерде, барлық жерде. Мысалы, бір уақытыңыз болған кезде клиенттермен сөйлесетін. Неге кірдіңіз? WhatsApp-қа. Уже сізден ответ кеткен, одан ответ келіп қойған. Менің есімім, мысалы, Қанат, мен Ақтаудан боламын. Осындай сұрақ бойынша ипотекаға хабарласып тұрмын деген сияқты уже сізге уже кім ол бәрін біліп тұрасыз. Түсінікті ғой? Уақытты қысқартуға бұл жерде. Сосын мына жерде профиль дейді, адрес, компанияның адресі, часы работы дейді, веб-сайт, мысалы, сіз қандай неде. Веб-сайтқа, мысалы, инстаграмыңызды қойып қойуға болады, тиктокты қойып қойуға болады мына жерге. Facebook, инстаграмыңызды міне мына жерде тұр. Управление аккаунтами тоже Facebook аккаунтыңызды ссылкаларын қойып қойуға болады. Короткая ссылка тағы да, мысалы, мына жерде тұр. Сосын, мына жерде нені ұмытып кеттім ғой мен. Быстрые ответы деген бар, көрдіңіз бе? Быстрые ответы деген бар. Соны бассаңыз, мысалы, мына жерде бүйтіп қойуға болады. Мысалы, постоянно клиенттермен сөйлесіп жатқан кезде сізде определенный бір шаблондар уже дайын болады. Дайын ответ. Өйткені 1000 рет ол әр клиентке түсіндіріп жатпайсыз ғой. Ипотека бойынша ма, мысалы, консультацияға жабу бойынша ма, бір этаптар болады ғой. Соған шаблондар дайындап қоюға болады мына жерде. 20-30 шаблон дайындап қоюға болады. Элементарный, мысалы, ол консультация аламын дейді. Сол кезде бағана Каспийдің несіне дейін қойып қоюға болады, ссылкасына. Чтобы ол сіз ана жерден бір жерден іздеп отырмайсыз, осы жерден жібере бересіз. Быстрый ответ. Өткен жылы просто айтайын деген нәрсе, өткен жылы бізде статусты 500 адам көретін. Өткен жыл деп қоям, 23-тің аяғына таман дейінші, 23-тің аяғы, 23-тің ортасында. Бізде Маржан ханымның несін, инстаграмын өгізде 3000 адам болатын. Сонда 500 адам ғана көретін сторисін. Бірақ WhatsApp статусымызды біз ана телефон сақтап ал деген сияқты біз SMS-тер жіберетінбіз. Андай біз нені статустан қарап отырасыз, пайдалы ақпараттар деген сияқты жіберетін біз. Сол кезде біздің номерімізді сақтаған, бізде сақтағанбыз, біздің статусымызды 1000 адам көретін ғой. Инстаграмымызды 500 адам көрсе, статусты 1000 адам қарайтын. Ипотека бойынша ақпараттар алу үшін.
Сондықтан біздің просто ең бірінші бастаған нәрсеміз осы не болды ғой? Параллельно бастадық, бірақ WhatsApp статус бізді атып кетеді, короче. Атып кетеді емес, көп көретін. Сондықтан құнсыздандырмау керек. Осының өзімен миллиондар жасапса болады. Так, келесі. Сосын өткенде нені айтқам, не туралы? Искусственный интеллект туралы, GPT чат. Скачать етіп алыңыздар, мен сіздерге жібергем алдында. Қандай, түрі қандай, түсі қандай, қайлай скачать ету керек деген сияқты. Соны скачать етіп алып, тоже перепискада пайдалансаңыздар болады. Бағана быстрый ответке қойып қойсаңыздар болады, чтобы адамның бағана несіне дұрыс жауап беру үшін не адамға бір қалай айтсам, андай жауап беру үшін эмоциямен жауап бер деп жазсаң бар ғой, эмоциямен жазып береді саған. Сондай. Қазір дамып кеткен ғой. Так, келесің көшейік енді. Сағатымызда сұрақ қойып жіберейінші, жаңа быстро ответіға бірнеше шаблон салып қоюға бола ма? Әлде қалай? Дауысыңыз естілмей жатыр. Кешірім сұраймын, мына жақта адамдар кіріп жатыр. Қайта. Мен видео мен аудионы өшіріп тыңдай берсем бола ма? Тамақ жасауым керек. Иә, тыңдай беріңіз жалпы. Так. Алдында осы WhatsApp бизнесте мен андай адамдардың аттарын сақтаған жоқ. Просто номерін терсең, чат деп шығады да ше, жаңа номерін терсең. Жоқ болса ше, и сол чат деп ашып, сақтамай-ақ рассылка жіберген ғой, короче, ешқайсысына бармады. Түсіріңізші қайтадан айтыңызшы, бер жатқан. Алдында WhatsApp бизнес арқылы рассылка жіберген. Ол ешқайсысына бармады. Кімнің несі, қандай программа арқылы? Кім орнатып берді? Просто WhatsApp бизнес арқылы, как обычно WhatsApp'та рассылка жасаймыз ғой, тура солай. Бір рет жасадым, адамдардың аттарын сохранить етпей. Сосын кейін ол бармады. Потом алдында бәрін ерінбей сохранить етіп, қайттан жіберсем, тоже бармады. Потом үшінші рет бардында лично от руки, короче, бәрін копировать ставить, и әрқайсысына жеке-жеке қолмен жіберіп шықтым. То есть WhatsApp'тағы рассылка менің почему-то жасамады. WhatsApp бизнестегі рассылкам солай жасамады. Значит, бір нәрсесі дұрыс болмай тұр ғой жерде. Анықтау керек оны. Мен сұрағыма жауап бересіз, быстрый ответ емес, соған бірнеше шаблон салып қоюға бола ма, әлде қалай жазамын? Беріп жатқан несіз түсінбедім. Быстрый ответі деген ма, жаңа WhatsApp'та бар ғой? Соған алдын ала ответтер жазып дайындап қоясыз. Бірнеше шаблон салып қоюға бола ма соны? 20-30 салсаңыз да болады. Өзіңіз постоянно қоятын сұрақты или сұрақтың жауабын жазып қоясыз ғой сол жерге. Адамдарға қайта соны мәліметті бере бермес үшін. Копировать ставить дей саласыз. Мысалы қараңыздар. Давайте. Мысалы, міне Ойжан ханымға жібереміз. Міне мына жерде плюс тұр ғой. Элементарный не ғой мынау, мына жерде плюс тұр. Плюсты басасыз. Сол жерде міне быстрый ответі деген бар. Басасыз, и мына жерде немен ғой? Әр немен болады, цифрмен. Бір деген, мысалы, бір деп бассаңыз, анау бір ответке кетесіз. Бірінші цифрда тұрған ответ кетеді. Екі деп бассаңыз, екідегі цифр кетеді. Өз шыға береді сонда да? Жазып бүгін соны нетіңіздер, үй жұмыс ретінде қабылдап қазір. Сосын істеңіздер, жарай ма? Онда бизнес WhatsApp жоқ, онда бизнес WhatsApp жазып алыңыздар. Так. Енді
Давайте мынандай нәрсені түсіндірейін енді. Мына кіріп жатыр адамдар, кіріп жатыр. Так, енді оянып жатыр ғой деймін адамдар. Сабаққа кіріп жатыр. Қараңыздар, білесіздер иә, рассылка қылдырып жіберуге болады адамдарына неге бір жинайсың да группа сияқтыға осының ішінде. Жинап, мысалы 50 адам ба, там 100 адам ба, и рассылка жіберіп жіберуге болады. Егер YouTube жасалынбаса, онда WhatsApp-тың несіне жазыңыздар. Неге жіберілмейді деп. YouTube-тан қарасаңыздар, там несі бар. Шаблондары қалай жазуға болады деген сияқты оларға неге жіберілмей жатыр деген Перизат ханым жарай ма? Енді мынандай нәрсе бар. Біз қазір уже WhatsApp бизнестің жалпы WhatsApp рассылканың келесі деңгейіне көшіп кеткенбіз. Биылдан бастап. Ол деген мынандай программалар бар, жазбасаңыздар болады. WhatsApp Helper деген бар. WhatsApp Helper деген бар. WhatsApp Master деген бар. WhatsApp Helper жасыл бір не, жасыл программа, там свет сондай. Ананыкі қызыл ғой деймін. Мастер деген, WhatsApp Master. Бұны бұларды ақылы нетеді, орнатады. Орнататын адамдардың номері бар менде жалпы. Егер орнатам десеңіздер, жібере аламын. Кім қалайды? WhatsApp Filter и WhatsApp қандай? WhatsApp Master. Как? WhatsApp Master. Мастер ма? Енді мынандай жағдай. Мысалы, WhatsApp Helper-да 500 адамға дейін жіберуге болады, ары қарай блокқа тығып тастайды. Бір номерден күніне 500 естеріңізге жазып алыңыз. Мен сенімді болу үшін 400 ғана жіберемін, 400-ге дейін. Ойлаңыздар, бір нені аласыздар да, SMS-ті. Бір SMS-ті аласыздар да, ойлаңыздар, 400 номерге бір-ақ жібере салады. Бір-бірден там отырмайсың, қартып. Ал WhatsApp Master-да 2000 деп айтып жатыр, мен өзі точно білмеймін оны, өйткені оны қолданып жүрген жоқпын. Енді номерлерді қайдан аламыз, клиенттерді? Мен сіздерге қазір лайфхактармен бөлісем. Бұны Қазақстанда бірен саран адамдар істеп жатыр негізі. Бірен саран компаниялар істеп жатыр. Мен осы саланы өткен жылы 200 мың теңгеге оқығам осы WhatsApp-ты. 3 күн уақытымды кетіріп, соны сіздерге тегін беріп жатырмын қазір, бонус ретінде. И ана техниканы біліп алған соң, вообще клиенттен проблема болмайды сіздерде. Бастаймыз ба? Иә. WhatsApp Master қанша дейсіз? 2000 адамға дейін. 2000 адамға дейін жібереді дейді. Мен точносын бірақ айтамаймын оның ше, өйткені қолданып жүрген жоқпын. Просто естігенімді айтып жатырмын. Ақылы болғанда қанша? Ақылы болғанда қанша? Түсінбедім. Ақшасы қанша деймін жаңағы? 100 мың теңге ма, сондай? Екеуін дейміз, да? Біреу 60 мың теңгеге істейді, неше түрлі нелер бар, орнатып беретіндер. Жалпы OLX-тан іздеп көрсеңіздер, ондайлар бар. Біреу 50 мыңға істейді, біреу 100 мыңға істейді жалпы. Біреу 2 компьютерді там келіседі сөйтіп. Үлкен компаниялар негізі пайдаланады бұны. И то Қазақстанда аз негізі пайдаланып жүргендер. Орнату ғана платный ма? Қолдану ше? Жоқ, именно нені айтып жатырмын мен. Рассылка темасы бар ғой. Қолдану тегін ғой. Қолдану тегін. Просто компьютерға орнату ақылды ол. Болды, түсіндім. Мысалы біз күніне, одан мынандай жағдай бар. Енді WhatsApp Helper-ды айтайын мен сіздерге. Күніне бір номерден 400-ге дейін ғана мен жіберіп жатырмын. Соны жазып қойыңыздаршы. Жазып қойдық. Одан артық жіберуге болмайды, өйткені банға кетесіз. Блокқа кетеді андай. Мысалы, Instagram блокқа кетуі мүмкін ғой, TikTok ол сол сияқты болады. Номеріңіз енді восстановить ету қиын болады. Кейбір кезде 24 сағатқа кетеді, одан кейін ашылады кейбір кезде.
кейбір кезде қоймай қойсаңыз онда вообще ашылмайтындай жасайды ғой. Сондықтан мен мысалы өткенде бүйтіп жасадым ғой. 5 номер сатып алдым өткен жылы. 5 номерді сатып алдым да ол нөмерлерді бала шағама беріп тастадым, үйдегілерге, жаңа номерларды. Олардың ескі номерлары бар ғой, соларды алдым да андай, оларда кейбіреуінде WhatsApp бизнес тұр, кейбіреуінде жай WhatsApp тұр. Соларды бәрін алдым да андай, бұл жерде жаңа номер алып, жаңа WhatsApp орнатып, сөйтіп рассылка жіберіп бастасаң, блокқа кетіп қалады 24 сағатқаша. Сондай бар. Сондықтан өзінің бір условиялары бар. Бұрыннан қолданып жүрген номерлерден солар банға кетпейді. Өйткені ол адам, қалай айтсам болады, жаңа номерлерді бірден бақылайды, білмеймін, әйтеуір сондай бар. Жазып қойсаңыздар болады. Сенімді болып тұрады. Иә. Содан кейін мен бірінші жаңа номер сатып алдым да сөйтіп жасап көріп едім, банға кетті, короче, 5 номерді. Соны 5 номерді алдым да бала шағам, балалар ғой, оларға сонша бұрынғы номерлер не керек оларға? Главный мен білсем болды ғой нөмірін. Сосын аналарға телефондарына жаңа номерді орнаттым да, олардың номерлерін алып алдым да, жұмыс телефондарына қойып тастадым. Бізде 10 жұмыс телефоны бар, ойлаңыздар. 10 номермен. Сіздер бір номер, бір WhatsApp деп, жоқ, ондай емес. Енді просто объем үлкен болған соң, жұмыс үлкен болған соң, сөйтіп пайдаланамыз. Енді ойлаңыздар, 10 неден, 10 номерден 400-ден 4000 адамға рассылка жібереміз күніне. Түсініп жатсыздар ма? Объем не істеп жатырмыз біз мына жақта? Не ойнап отырған жоқпыз. Масштаб жасап жатсыздар ма, масштаб? Масштаб істеп жатырмыз, иә, дұрыс айтасыз, масштаб. Сіздерге пока бір телефон, бір неден бастаңыздар, вообще ары қарай көзқарастарыңыз болу керек, қайда өсем дегенше. 4000 адамнан қанша заявка келеді, мысалы, неше? Клиент. Қанша лид дейді ғой негізі, клиент, пока клиент алса, онда, мысалы, сіздер біздің клиенттерім сіздер. Өйткені сіздер алып қойғансыздар. Ал оған дейін алмай тұрып лид деп айтады. Білесіздер оны, білмейсіздер ме? Вообще маркетингтің тілін айтып жатырмын да. Енді мынандай жағдай. Бұл информация негізі анандай ғой, бағана айтып өттім, көп нелер компаниялар қолданбайды, бірақ қолдансаң бар ғой, сұмдық ақшаның астында қаласыздар. Еще анандай қиналып, енді біз қиналмаймыз ғой, қазір үйреніп қалғанбыз. Но ең бірінші Инстаграмға шыға алмайтын адамдар, камераға өзін көрсете алмайтын адамдар, осындайларға идеальный вариант қой бұл. Просто фотоға түстің. Бір сұрақ қойсаңыз, жаңа 400 не жібересіз ғой, бір сәтте немесе сол 400 адамға бірдей кете ме? Иә. Кайф па, Перизат ханым? Жақсы ғой. Анау 10 шақты баннер жасап бар ғой, 5 жасасаңыз болады. Бір баннерді 5000 теңгеден істейді қазір дизайнерлер, 3000 теңгеден де табуға болады істейтіндерді. Баннерге өзіңіздің суретіңізді қойып, суретте мысалы сондай немес, барып бір фотостудияға бір 20 шақты фото жасап алсаңыз, сол бір 6 айға жетеді сол фотолар негізі. Әдемілеп киініп алып, содан соң сол баннерлерге қойып, бетіне сөз жазып, тиімді ипотекамен үй алып берем деген сияқты офферлар жазып, сол 5-еуін дайындап, сол 5-еуін WhatsApp-қа қойып, негізі сөйтсе болады. Енді давайте, қазір оны көрсетем, қалай өздеріңіз таңғалатын боласыздар. Қалай клиенттерді баға номерлерді қайдан аламыз? Даже реклама жүргізбей-ақ. Қызық па? Оны айтыңызшы аға, күтіп отырмын. Ойлаңыздар, бір клиенттің құны 530 теңге ма? Ал күніне 1000 клиент бір жерден ала салуға болады.
жеңіл, қиналмай. Қалай сонда ол? Қазір түсіндіремін ғой соны. Сол қызық моментте енді келе жатырмыз ғой. Я, Қазір мындай. компьютермен түсіндіретін боламын, мынау запись жүріп жатыр қазір. Компьютермен Мен бұрын түсіндіріп, отдел демонстрация экранымен. Что менеджер ғой, жасаған сіздер? кезде бізге 1000 номер беретін. А? Бұрын мен отдел продажада білім бойынша оқу бойынша курс сатып, сөйтіп жұмыс жасаған кезде сөйтіп 1000 номер беретін да. Сосын біз әрқайсысына звондайтынбыз. Солар айтады, номерімізді қайдан алдыңыздар деп. Соны қазір қайдан алатынын көрсетемін мен сіздерге. Так, содан соң қазір ананы көрсетпей тұрып, мен сіздерге нені айтып тастайын. WhatsApp неде сообщество деген нәрсе бар. Группа емес, сообщество. Мен мысалы неде оны WhatsApp бизнесте ашылмайды ғой, мен неден обычный WhatsApp-тан ашам да, и анаған бизнеске мен админ қылдыра саламын, сөйтіп жасап жүрмін. Сонда ол жерде сообществода былай жасап, ішінде настройкалары бар, оны бүйтіп істеп қоюға болады. Басқа нөмірлер көрінбейтін қылдырып жасапса болады. Мысалы, мен кірдім ана сообществоға, мысалы бір ипотека сообществосы, Маржан ханымның несіне кім кіріп жатыр жалпы сообществоларына? Мен 3-4 бар. Иә, от сол кірдіңіз, кірген кезде номерлар көрінбейді, Я, мен бір өзім ба деп ойлап қалғам. Эльвира ханым, ойлап отыра беріңіз дегенсіз ба? Ол жерде 1100 адам бар ғой отырған. Ол неге көрінбейді? Өйткені мен не үшін көрінбейді? Себебі Клиент алмаш үшін, клиент тарта алмаш үшін. мен сияқты адамдар ұрлап кетеді оны, нөмірлерді. Қазір сіздерге соны көрсетейін деп жатырмын ғой. Ал өзім мен сақтанам сөйтіп. Мысалы, бізде қазір 12 группа бар, сообщество. 12 сообщество, 1100-ден есептей беріңіз. Бөлек тағы да бар, ол вообще ипотека саласына емес, вообще басқа неге байланысты? Неге байланысты? Сопровождениеге байланысты. Көрдіңіздер ма? Сондықтан WhatsApp-та өте қатты пайдалану керек. И сіздер де сөйтіп сообщество ашып алыңыздар өздеріңізге. Группа ашсаңыздар да болады, пока. Кейін сообщество қалдырып нете саласыздар, өзгерте саласыздар. Группаға анандай рассылкамен или там қалай не жинаймыз? Клиенттерді жинаймыз. Қалай клиенттерді жинаймыз? Соны қазір айтатын боламын, көрсететін боламын даже. Все, дайынсыздар ма? Демонстрация экран жасаймын қазір. Дайын. Так. Давайте. Мен кішкене мына нені қатты біле бермеймін. Демонстрацияны қазір. Мынаны басамыз. Курс сататындар да болады ғой, мен кіремін ғой, бесплатный вебинарларға, солар да болады, сообщество деген. Бірақ мән бермеппін мен. Енді мән беретін боласыздар осы сабақтан кейін. Қайсы мынау қойдым, е? Көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрінді. Менің WhatsApp-ым. Давайте бір группаға кірейік, сол группаның несін, номерларын алайық. Так. Давайте, кім денсаулық зор байлық дейді. Мысалы, бір группа, любой, ЖК-ның группалары негізі андай бір, нелер, ауылда да бір ауылдың группасы бар, андай группа бар, мындай көп группалар негізі. Бір алтын сататын группа, таксистердің группасы, бір ауылдың OLX группасы деген негіз жетеді. Соның бәріне отписаться етіп өтпей, керісінше подписаться ету керек. Сол группалардың бәріне кіріп алыңыздар. 100 группа ма, 100 группаға кіріп алыңыздар. Сосын номерді өстіп аласыздар. Қараңыздар. Денсаулық зор байлық кірдік па? Міне. Көрініп тұр ғой, Мына жаққа номер тұрғанда міне, денсаулық зор байлық номерлар шығып тұр міне. Соны оң жағын басасыздар.
посмотреть код деген тұр міне. Соны басамыз. Посмотреть код міне шықты. Бірінші міне біреу спам деп тұр ғой, Мгм. номерлермен астында. Вот Мгм. сол жерді міне біреу стрелка оңға қарай тұр, соны астыға бұрамыз. Хакердің жұмыстары. Соны астыға бұрамыз, міне астыға бұрылды. Енді мынаны скопировать етпейміз. Бұның астындағы көк болып тұрады, міне мынау. Көрдіңіздер ме? Міне мынау. Ана светтен басқа болып тұр, көрдіңіздер? Міне мынау мынандай свет болып тұр ғой. Міне мынау астында. Осыны оң жақын басамыз, выделять етеміз мынаны. Копи деп тұр, көрдіңіздер? Копи элемент. Бастық. Енді копировать еттім. Так, мына жерден қазір ашсам шыға ма екен? Так. Бағана. Сіздерге көрініп жатыр ма? Иә, көрініп тұр. Менің компьютерім рабочий столым. Иә, А? көрініп тұр. Көрініп тұр, иә. Все, копировать еттім. Енді мен аламын да, мен сіздерге бағана жаздым ғой, нені Notepad++ деген программа жазып алыңыздар деп. Мгм. Вот соны мен қазір сол Notepad++ дегенге ставить етеміз ананы. Мен мына ноутбукта бар ма жоқ па қазір? Қарап жіберейінші міне. Жалпы давайте мен ананы тауып скачать етіп қойғанша бір-бірден сөйлей беріңіздер, не түсініп жатсыздар жалпы. Қазір мен алдыңғы сабақ бойынша айтайыншы, видео түсіру жайындашы. Жоқ, қазіргі сабақ, алдыңғы сабақ керек жоқ қазір. Жарайды. Жаңа сіз ана группаға кірдіңіз ғой, сол группадағы номерлерді копировать етіп аласыз, сосын ана сообщество өзіңізге ашып қоясыз. Соған бізде салып қоямыз да, сол номерлерді сонда. Қазір, мен просто ана Notepad++-ті енді нетіп жатырмын. Скачать етіп жатырмын қазір. Саламатсыз ба, Қанат мырза, қалайсыз? Сабақ сақталып жатыр ма? Сақталып жатыр, аха. Рахмет. Так, қазір сабақ бойынша не түсініп жатсыз жалпы? Мен деген жүгіріп келдім бар ғой. Кеше Маржан ханым не салды ғой, сату не туралы. Соған барып келгем. Сосын жұмысқа жүгіріп келдім бар ғой. Ентігім баса алмай отырмын. Сабақ сақталмай қала ма деп жүгіріп келдім ғой. Дұрыс. Так, все. Дайын. Қараңыздар. Бағана копировать етіп алдық, Копировать етіп алдық. Сіздің демонстрацияңыз өшіп қалды. Міне, болды ғой, мен де қосылды демонстрация, Аппақ болып тұр ма? Менде загруз. Енді ашылды. Ашылды. Все, қараңыздар. Бағана скачать еттік, енді ставить етеміз мына жаққа. Міне, ставить. Ана номер тұра қалды міне. Ұзыннан, Оны басамыз да Ctrl-F. Ctrl-F екен, Ctrl-F. Замена дейміз да. Екіншісін бастым, замена. Соң мынау расширение дегенге басамыз. Соң міне бірінші тұр ғой. N деген. Мына жерде V дегеннің орнына жазамыз соны. Чтобы ана үстіндегі номерлар бір қатарға түсу үшін, бізге ыңғайлы болу үшін. Так. Мына қай жерінде? Мынау емес, Так. Мынау екен ғой, Мынау. Осы, Мынаны и N деген жазамыз, Так, N. Все. Заменить на ничего. Так. Заменить все. И что-то. Петров. Так, значение.
Что-то мен дұрыс бір нәрсе баспадым. Қысқасы, керісінше ма? Фундамент мен ұмытып тұрмын да қазір уже. Біраз болды бүйтіп істемеген, ана көмекшілерім істейді да. Астынан еді. Жоқ. Бір минут, е? Мен ана сабақтарымды қайтадан қарап жіберейін. Сақталған сабақтарым бар еді. Давайте, сабақ жалпы не болып жатыр, пайдалы болып жатыр ма, не түсініп жатсыздар, бір-бірден сөйлесек. Айдана ханым, бастайық. Мен пока мынаны нетіп алғанша, көріп алғанша. Сабақ пайдалы. Осы программаны бізге видео сабақ ретінде қысқа қылып салып жібересіз бе? Бізде жасап көрейік. Салып жібере алмаймын. Нетіп жатыр бұл? Болмай ма? Полный. Кетіп жатыр ғой, сақталып жатыр ғой. WhatsApp группа. Мен бухгалтермін ғой негізі. Тоже любой адамда мен сохранить етіп аламын. Консультация сұрады деп. Сол негізі. И статусқа қазір мен бір нәрсе салсам, обязательно біреулер бір нәрсе жазады маған. Или сұрайды. И соның құндылығын түсіндім. Енді вообще бәрін сохранить етіп отыратын болдым. Сосын бағана возможностьтар, негізі WhatsApp бизнес менде де, бірақ тағы да возможностьтарын пайдалану керек екен. Мысалы, быстрый ответчикті, а то бір нәрсені қайталап айта береміз. Дұрыс айтасыз. Так, түсіндім мен. Так, мына жерде значениені копировать етуіміз керек. Мына өтір бар ғой. Өтірмен мына жерде пробел тұр. Көріп тұрсыздар ғой мына жерде? Менің немді, указательімді. Иә. Мысалы, өтірмен мына жерде пробелді плюсқа дейін аламыз. Соны аламыз да копировать етеміз. Копировать дейміз де, мына жерге ставить дейміз. Ставить. Көрдіңдер ме? Өтірмен пробеліне дейін тұрады. Пробел көрінбейді. Так, регулярный мен көрейік қазір. Міне кетті. Все. Регулярный мен істедік. Міне, мына не бар ғой, астында міне біреу не бар ғой. Міне қозғалтып жатырмын, көрдіңіз бе? Қозғалтып жатырмын. 78. Мына жаққа. До конца. Мына жаққа кетіп қалған ғой. Көрдіңіздер ме? Міне, копировать етілді мұнда. Енді бұны өстіп аламыз да, енді бағанағы не сияқты ғой. Ctrl-A дейміз да, мысалы, копировать етеміз де бұны, номерді. И аламыз да, неге қойып аламыз. Негізі былай істеймін мен. Word документ бар ғой. Соған қоям да, осыны ставить деймін да, сол Word документтің наименованиясын жазып қоям. Қанша номер, қай жақтан алынған. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп өзіме Word документке сақтап қоям. Менде лиды деген не бар? Папка бар. Сол папканың ішінде сол Word документ тұрады. Қанша номер. Ертең мен шатаспаймын сонда. Ана WhatsApp helperға салам да, мысалы, 100 номер салам, мен сол жерден 100 номер болса. И басқа бір лидтен алам да, ол жерде мысалы бір 300 тұрған шығар. Екеуін қосам да бірге жіберем, сонда 400 болады. Шатаспау үшін. Түсінікті ғой, осы? Иә. Енді вообще WhatsApp группалардан қалай алу керек түсіндіңіздер ме? Мына запись бар мына жерде. Кейін көріп, неге немет ана, бір өзіңізге сақтап, сөйтіп жұмыс істесеңіз болады.
Мхм. түсіндіңіздер ғой? Иә, күшті нәрсе айттыңыз, Қанат мырза, вообще күшті. Анандай Күшті. клиенттен вообще проблема болмайды бұл кезде. Мхм. Қазір тұра тұрыңыздар, мен неге шығып алайын. Болды. Анандай ойлайды ғой адамдар, клиент қайдан алам, бүйтем, сөйтем деп жүреді ғой, иә? Бұл жерде проблема жоқ. И тем более мынандай жағдай. Сіз бұларға рассылка жіберген кезде қараңыздар. Бірінші таныстыру жіберіңіздер. Жазбасаңыздар болады. Сіз алдыңызда 400 номерге, или даже 400 демей қойық, андай рассылка жасайтын программада сатып алмай ақ қойыңыз. Просто WhatsAppпен өзіңіздің неңіз бар ғой, ана номерлерді сақтап алып, и не жіберіңіз андай. Бөлек рассылка. Или там бір неге жинайды, группаға жинайды да, WhatsAppта бар, рассылка жасап жіберуге болады ішінен өзі. 100 номер, 200 номер андай бір рассылканың атын жазып, и сөйтіп жіберуге болады. Содан кейін бірінші танысу обязательно болу керек. Ол сіз ойлаңызшы, сіз отырсыз да үйде, и сіздің WhatsApp-ыңызға бір не келді, сообщение біреуден, танымайсыз оны. Сізге приятно емес пе ол, дұрыс па? Сондықтан сіз осылай ол адамды қалай айтсам болады, бір таныстыру, нормальный бір таныстыру керек. Мен осындай едім, номеріңізді бағанағы бір гүлім тәтеден алдым дей салсаңыз болады, короче. Сөйтіп жазып, осындай нәрсемен айналысамын, сізге үй керек екен ғой, үй аюлды ойлап жүр екенсіз ғой деп кәдімгі жазып, и сіздің Instagram парақшаңызда негізі сілтемесін қоя салуға болады сол таныстыруда. И жіберген соң болды. Бірінші касание кетті сол жерде. Түсінікті ғой, иә? Соң екінші касанияда былай жазсаңыздар болады. Менің номерімді сақтап деп бір пайдалы ақпарат беру керек. Қазір осындай компанияда акциялар болып жатыр деген сияқты бір пайдалы ақпарат беру керек та, и астына бүйтіп жазып қойық. Менің номерімді сақтап алыңыз, менің WhatsApp статусымда андай пайдалы ақпараттар беріліп тұрады деп. Сөйтіп жазуға болады екіншісінде. Екінші касание ол. Үшінші касанияда уже ақырындап тоже бір пайдалы ақпараттар беріп жіберіп, без ничего, или там маған жазылып алыңыз деген сияқты. Соң үшінші, төртінші, бесінші касанияларда уже ана сіздің сообществоңыз бар ғой, тимді ипотека деген ба бір сообщество ашып қойдыңыз сіз. И соған жинау үшін соның сілтемесін қосып жібересіз. Төртінші, бесінші касанияларда. Содан кейін ана сообществоға сөйтіп адамдар жинала береді. И сообществода ақырындап қыздырып отырып адамдарға консультация жабуға болады. Түсінікті ма? Идея не воронканың бұл бір түрі ғой? Иә, түсінікті. Енді клиент алудан проблема, табудан проблема бар ма? Давайте, Жасмин ханым. Осыдан кейін клиент жоқ деп айтып көріңіздер енді маған. Или там группаға жазып көріңіздер. Так, Жасмин ханым. Так, Эльвира ханым, давайте сіз сөйлеңіз. Мен сіздің алдыңғы сабағыңыздан кейін қорқыныш деген нәрселерді мүлдем алып тастадым өзіме. Менің қолымнан келмейді деген сөзді мен қазір мүлдем айтпаймын. Мен бәрін істей аламын. Ұстаздан шәкірт озады. Эльвира, давай. Бесплатно айта салам. Бір адам алып келеді. Мен ойыма қазір только сондай нәрселерді жинап жатырмын. Және де мына WhatsApp-тан мен осындай пайдалы нәрсе бар екенін қазір естіп тұрмын бар ғой. Шок болып отыр. Мүлдем ондай нәрселерге тіркелмеймін негізі. Бірақ күйеуім сондайларға көп тіркеледі да, там машинаның бір нәрселері. Енді соның бәрін копировать етейін деп отыр. Мынау күшті идея айттыңыз бар ғой. Енді адам жоқ деуге болмайды. Кемі 5000 теңгеге консультация істесең, 100 адам ішінен кемі 30 алады ғой енді. Дұрыс айтасыз. Эльвира ханым, дұрыс айтып тұрсыз. Өте күшті андай
подмечать еттіңіз деп айтайыншы, бір белгілепші, күшті айттыңыз. Мен де өткен жылы тура осы сіздің состояниеңізде болған. А так можно что ли деген маған не келді сол кезде. Түсінікші? Біз мына жақта қиналып бағанағы инстаграмға не сұрап жүрміз ғой, ол кезде енді инстаграм дамытып жатқан кез ғой. Енді рилс салып, күніне кәдімгі түсіріп, қиналып жүрсек, мына жақта былай істей салуға болады екен ғой деген, деген не келді ғой. Қазір мен соны көріп шок болып отырмын. Жүгіріп келгеннің пайдасы болыпты. Ана кезден жүгіріп келдім ғой. Ойбай, жүгірейін, сабақ қашан басталып кетті деп. Телефон зарядкасы өліп қалған ғой, ана жерге зарядкаға қойып қойдым да. Қазір жолда көріп барамын деп. Сонымен такси шақырсам, таксиде былжырап киімі кетті. Сонымен деген жүгіріп келдім ғой. Жақсы, Эльвира ханым, анандай эмоциональный состояние болып отырғаныңыз өте керемет. Өйткені адам деген андай бір нәрсені білімді болсын, бір нәрсені түсіну керек болған кезде эмоциональный состояние болады ғой, сол жақсы отырады. Сондықтан бір нәрсе көрген кезде, бір өзіңізге таныс емес нәрсені о деп адам істеген кезде, ол эмоциональный качели. Мысалы, мына жерде буткемпте қатысқан адамдар бар шығар. Ол жақсы, өте жақсы отырады ше, эмоциональный качели деген. Сондықтан біліп алып жатсыздар ма? Инсайт. Постоянно инсайт алып отырыңыздар. О деген сияқты ше, о мынау күшті екен деген сияқты. Өзіңізде сондандай повторениеға қайталау сияқты болады. Қалып қалады өзіңізде. Сол. Соның басында бір нәрсе деп айттыңыз да, мен соған бір нәрсе қосып жіберейін дедім сіздің сөзіңізге. Білім туралы немене бір нәрсе айттыңыз ғой басында. Ұстаздан шәкірт озады. Міне, Эльвира ханым, дұрыс айттыңыз. Мен сіздерге қазір бір видео көрсетейін, просто ше. Мен өзім жақсы любой жерде инсайт аламын. Мен біреудің видеосын көріп отырып та инсайт ала беремін ғой. Но сіздерге қазір көрсетейін. Бізде изначально адамда туады ғой. Бізде не жоқ, шаблон жоқ, бізде қорқыныш сезімдер жоқ. Біз анау жоғарыдан бағана биіктіктен қорқыныш сезімі болуы мүмкін, туа салған кезде, аспаннан былай көрсетсек кішкене шырылдауы мүмкін. Но бізде басқа қорқыныш сезімдер болмау керек. И қазір соның сіздерге несін көрсетейінші? Сіздерге қазір соның дәлелін көрсетейін. Просто біз өмір бойы алып, камерадан қорқу, үй алу дегенді бұл бізге тән нәрсе емес негізі. Алып жүре берсек, бізге ешкім ештеңе алып келіп бермейді. Көрдің? Ой, ешкі, не оқып мына? Жаңғырған кетші? Бала жыланнан, тауықтан қорқпайды. Түсініп жатсыздар ма? Бізге навязанный нәрсе, біз осы уақытқа дейін бір кинодан көрдік, өмірден естідік, мысалы біреу айтып қалып жылан шағып апты деген сияқты. Содан кейін барып біз олар нәрселерден қорқа бастаймыз. А негізі біз бала кезде ештеңеден қорықпаймыз. Ұялу дегенді білмейміз, бағанағы камерадан қорықпаймыз деген сияқты ғой. А кейін бұл өсе келе бізге навязывать етеді сол қорқыныштар, сол ұялулар. Көрдіңіз, біз просто бағанағы баланың деңгейіне қайтадан түсуіміз керек қой. Бізде жоқ нәрсені біз өзіміз миымызда алып алғанбыз өз-өзімізге. Сондықтан Эльвира ханым, мен сізге бағана сөзіңіз үшін осыны көрсетіп отырмын, басқалар көрсін деп. И ана мида жақсы жұмыс жасап жатсыз, значит, анандай нәрсені. Мен қолымнан келеді деген. Мен қолымнан келмейді емес, менің қолымнан келеді. Ана нені де керісінше айту керек. Мысалы, біреулер айтады, мысалы 60-та 50-де болса адам, мен картиіп қалдым деген сияқты миында ой жүреді.
И ол адам шынымен кәртие бастайды, денсаулығы сыр бере бастайды. Өйткені ол өзіне сондай программа қойып алды. Сондықтан мен керісінше жасарып жатырмын деу керек адам. Көрдіңіз бе? Сондықтан Эльвира ханым дұрыс направлениеде келе жатырсыз жалпы. Все. Рахмет. Так, давайте, Перизат ханым, Перизат Нұрсейіт. Сабақтан не түсіндіңіз, даусыңызды қосыңыз. Сабақта мынау сіздің сауалыңызға қатысқан сайын ой все қорықпаймын деп барамын да, сосын кейін сабақтың несі эйфориясы біткеннен кейін қайтадан тіріліп андай видео не түсірсем даусым ұнамай, короче, өзіме сөйтіп қуып кетіп жатырмын әлі. Рилстар түсірсем де сөйтіп. Жалпы бүгінгі тақырып бойынша айтқаныңыз, WhatsApp бизнес бойынша оны қалай жасау керек дегенді алдында тоже Инстаграмнан өзім интернеттен былай өзім қарағам, бірақ бүгін прям четко қалай жасау керек екенін көрсетіп жатсыз. Көп рахмет сізге. Жақсы, рахмет, Перизат ханым. Давайте, екінші Перизат ханым. Фамилияңыз қалай сіздің? Арстанова. Арстанова Перизат, давайте. Мен негізі 2020-дан бері осы простой WhatsApp-пенен онлайн магазин аштым. Карантин уақытында товар сатып. Менде товар болған жоқ, бірақ біреудің товарын пайдаланып солай саттым. Алтын. Содан кейін еще анандай Қытайдан товарлар сатып үйрендім. Мен статусым негізі көп адамдар қарайды. Жаңағы Маржан ханым айтқандай, Маржан ханым статус сияқты 200, 300 қарайды. Менде өзімде 2000 ба, 3000 ба адам бар. Күшті. Соны дұрыс пайдаланбаймын. Сосын осы былтырдан бері бизнес WhatsApp-та аштым. Мен жаңа не істеп жүрмін, нелерін жаңа біліп жатырмын ғой. Функциялары не зат екенін жаңағыдай. Соны енді дамыту керек. Сосын мына контактілерді маған инсайт болып жатыр. WhatsApp мастер деген жақсы екен. Ана салада да, мына салада да қолданып жасау керек. Жақсы, Перизат ханым, ризамын. Сабақ түсінсеңіз. Бізге айтып түсінсеңіздер болды ғой, бізге ше. Біз береміз. Маржан ханым өзі 2-3 сағат отырады ғой деймін. Зумда сіздермен. Сондықтан просто алып кетсеңіздер біз қуанамыз өте. Давайте, келесі Жасмина ханым. Енді айттыңыз ау мен деп әрбір хабар жүрмін, сөйтіп алмайды. Қарқ деп. Даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Сол сізге рахмет, өйстіп мүмкіндіктерді айтып жатқаныңызға. Жаңағы номер туралы мен өзім ана жақта жұмыс істесем де білмеппін, осылай жинау керектігін сообщество арқылы. Соны үйреніп алдық. Енді біртіндеп клиент тартатын боламыз. Все, күшті, ризамын. Так, Айдана ханым. Мен біраз жерін дұрыс ести алмай қалдым, сейт ұстауым. Неден көресіз қайталаудан сақтап қойдық. Давайте, Айдана ханым. Сабақ түсінікті, пайдаланамыз бұйырса. Клиенттеріміз көп болсын, рахмет сізге. Айдана ханым, мынандай жағдай. Любой бағанағы үйдегі апашкалар бар, подружкаларыңыз бар, кім бар тағы? Енді ауылдағы любой әйелге барыңыз, көшедегі любой әйелге барыңыз, қандай группалары бар, мені қосасаңызшы деп айтыңызшы. Бір адам сізді 5 группаға қосып береді. Қандай ЖК-ның группалары бар, өзі бір соседтердің, короче, көп группа деген негізі WhatsApp-та. Соның бәріне 100 ба, 100-не кіріп алыңыздар. Сіздерге барса ақылым. И сол жерден ана номерлерді аласыздар. Содан кейін мынандай ғой, біреулер бүйтеді. Мысалы, бір рет сообщение жібердім, болды деген сияқты. Жоқ. До конца бағанағы неге сообществоға жиналған соң, до конца добивать етесіздер ғой. Қараңыздар, себебі 1000 адам егер сообществоға отырса, 1000 адам, жарайды, 1000 деме қойын, 100 деме қойын, 100 адам сообществоға отырса, бәрін клиенттерді бірінші адам ретінде қабылдау керек. Себебі 100 адамның сіз рассылка жібердіңіз, өзіңіздің сообществоңызға.
бір какой-то бір ақпарат бердіңіз, или консультация бойынша. Біреулер ойлайды анандай, мен күнде жіберіп жатырмын, болмайды, андай адамдар шаршайды деп. Жоқ, ол емес. Біреу баласын қарап жатыр, ол уақыты жоқ сіздің нені сообщение оқып отыратын. Біреу тойда жүр, адам болған соң. Біреу білмеймін енді, өлімде жүр, біреу ше, біреу жерлеп жатыр, қайғыда жүр біреу. Біреу демалып жатыр. Неде? Алакөлде ма бір жерде қазір. Мысалы. Сондықтан біреу баласы жылап жатыр, біреу тамақ пісіріп жатыр. Сондықтан сіздер адамдарға ешқашан баға бермеңіздер. Менен алмайды деген сияқты. Мен сообщение жібердім, бар болғаны там 100 адамға жібердім, 5-ақ адам консультацияға жазылды деген сияқты ондай тема болмау керек. Өйткені адам олар. Берілмеу керек дейсіз ғой. Қараңыздар. Бірінші адам ретінде До конца берілмеу керек дейсіз ғой деймін. Жоқ, берілмеу керек деген тема дұрыс емес, Жасмина ханым. Адам ретінде қараңыздар оларды. Болды, адам ретінде түсінген соң, сіз уже андай басыңызда шаблон болмайды. Менікін алмайды деген, неме тағы. Сондай шаблондар болмайды сіздердің бастарыңызда. Так, давайте, енді мына несі көрінбей тұрған активный отырмай бағана көрінбей тұрған адамдар. Мен тыңдап отырмын. Давайте, Алуа ханым, сабақ туралы бір ойыңызды айтып жіберсеңіз. Сабақ туралы өте керемет, жаңағы сіздің клиент жинау деген инсайтыңыз өте керемет болды. Мен енді 1 жылдан асып кетті, неше түрлі сабақтарға қатысып жүрмін да, бәріне ақша төлеп, что-то минусқа кіріп жатырмын да. Сол жерлерде тоже жаңағындай клиент жинау деген жері кішкене неді, интернетпен жұмыс істеген кезде сол клиент жинау деген жері менде минус болып жүрген, қаяқтан жинаймын деп. Но вообще мен жұмыс істеген кезде вообще осы Алматы облысының бүкіл мен медик болғаннан кейін медсестралардың группасы болғанда қазір ойлап отырмын, бекер өшіріп тастадым соның бәрін деп ше. Сол енді жаңағы жеріңіз күшті болыпты, керемет. Тағы не дейміз, бір жерін түсінбей қалдым, несін жаңағы копировать етіп алғаннан кейін оларды жеке-жеке тізім жасап қосамыз ба телефонға, или оларды бір жерден тоже копировать етіп біріктіруге болады ма? Оларды ма? Копировать етіп алдық жаңағы Notepad плюске. Копировать етіп алған соң, сол жерде айттым ғана, Ctrl, бағана айтып отырып жасадым ғой, Ctrl F-ті басасыз, соң ана екінші замена деген жер бар. Заменаға, ана біреу N деген бар ғой, астына сон жазасы да, үстінде ана видеода бар қысқасы, қайталап көрсеңіз, сол жерден шығып тұрады, қалай істеу керек. Ол түсті ғой, астына бүйтіп рет-ретмен түсті. Рет-ретмен түскеннен кейін ол адамдардың номерлерін телефонға кәдімгідей қолмен теріп жазамыз ба деймін да? Или тоже копировать ететін жері бар? Қолмен теріп жазсаңыз да болады телефонға. Қолмен теріп жазбай, оны Word документке қойып тастаңыз. Ол не ғой, әр номер айтып жатырмын ғой, 530 теңгеден ғой негізі клиенттің құны. Ойлаңыздар, сіз ана жерде қанша 100 номер ала салдыңыз, просто так. 50 мың теңгенің бағана экономдадыңыз ғой, 100 номер алсаңыз. Соны түсініп, құнын түсініңіздер. И ана не бар? Неме танау? Давайте тағы бір не фишка давайте сіздерге айтып жерейін енді өз жерде. Сабақтың аяғына таман. Өте пайдалы, тағы да дайын болыңыздар қазір. Мына неден жасалмайды, сразу айтып қойын. Компьютерден жасалмайды ол. Қалай номерді тағы да аламыз. Екінші вариант. Міне, WhatsApp-ты ашамыз. WhatsApp-ты ашамыз да. Мысалы, бағанағы группаға дейді. Міне, денсаулық зор байлығы. Бастық ішіне. Мынаның ішіндегі бар ғой, сіз кірдіңіз ғой, сол моменттен кім кірді, кім шығып кетті ол группаға, бәрін скачать етіп алуға. Бірақ именно сіз кірген неден уақыттан бастап қана біліп алыңыздар. Қай группада ұзақ отырасыз, сол бойынша пайдалы болады сіздерге. Енді қараңыздар, мынаны бүйтеміз, денсаулық зор байлық басамыз, басқан соң астында мынандай тема бар. Экспорт чата деген бар, көрдіңіздер ме? Сол экспорт чатаны басамыз, без медиафайлов или прикрепить медиафайлов. Медиафайлмен скачать етесің ба дейді. Жоқ,
без медиафайл скачать еттік, иә? Бұны өзіміздің компьютерімізға жібереміз, мысалы. Бірінші сақтаймыз да телефонға, не WhatsApp арқылы ма өзіміздің компьютерімізға жібереміз оны. Содан соң бұл текстовый документ болып қалады. Қазір соны бір не сіздерге көрсетіп жіберейін, иә? Давайте қазір сіздерге соны көрсетіп жіберейін. Без медиафайлов дегенді таңдаймыз ғой да? Без медиафайлов дегенді міне таңдадым, жіберем мен өзіме. Так. Міне, көрдіңіздер ма? Мен жібердім соны. Міне, жібердім. Енді мен оны, давайте, мына жерде демонстрация экран жасап жіберейік. Соны. Демонстрация экран жасап жіберейік. Бір минут. Қазір. Ашып дайындап қойын сіздерге. Күніне неше сағат уақыт бөлесіздер осыған? Менде қазір командада көп қой адам. Бір адам арнайы отырады осы рассылканың темасымен. Таңертеңнен кешке дейін сол жұмыс жасайды тек қана. Все, ашылды ма менің нем? WhatsApp-ым? Ашылды. Все, ашылса. Так. Міне скачать етті, міне тұр, е? WhatsApp-та. Міне, кірді, скачать еттім, аштым, міне. Әдет қалды? Так. Міне. Бұлай ашылды. Бұл емес, мен шатастырып тұрмын, тұра тұрыңыздар. Әдет қалды, міне. Міне. Скачать етілді. Көріп тұрсыздар ма? Иә. Көріп тұрсыздар, е? Енді қараңыздар. Бұл жерден аламда бүйтем мен. Мұнан аламда бүйтем ғой. Именно мына жері керек маған. Такой-то номер, е? Міне уақыты тұр мына жерде. Мына номер тұр, е? Вступил в сообщество деген сообщение бар ғой, соларды қалтырам. Қалғанда біреу покинул дегендерді алып тастаймын. Покинул дегендерді. Чат шығып тұр. Ана документіңіз ашылмады. Ашылмады, иә. Документіңіз ашылмады, көре алмайды. Все, оны қайтадан. Все, ашылып тұр менде. Жоқ, Ашылды, иә. Ашылды ма? Ашылды, иә, ашылды. Иә. Именно қараңыздар. Анандай не іскер жоқ, покинул группу дегендерді алып тастайсыздар, өшіріп. Или мынау предложил группу деп тұр, мынандай какой-то группаны. Соны алып тастайсыздар былай. Өстіп алып тастаймыз да группаны. Соң мысалы, покинул группу. Именно кірген уақыты керек, значит, кірген уақытын нетсек алсақ, значит, барлық номерді алдық деген сөз. Кіріп шығып кеткен, короче, бәрі ғой. Өстіп алып аламыз, е? Алып аламыз. Бұл загрузка жасалғаннан кейін қайда көшті бұл сонда? Word-қа ма? Word емес, бұл текстовый документ. И мысалы қараңыздар, міне, мынаны былай алдық, бүйтемізде, бағана осы жерден скачать етілген бағанағы номер, группаның бүкіл несін аламыз да копировать етеміз бұны. Так, немет? Ctrl-C. Ой, аламыз да Ctrl-S скачать еттік, аламыз да енді неге кереміз. Так, остановить. Енді аламыз да бұны, так.
Минут. Все. Көрініп тұр ма мына документ? иә Все. Мына жерге ставить етеміз бұны. Excel'ге қоямыз ба? Excel қоямыз, иә. Вот, так, ставить. Все, міне тұрды. Көрдіңіздер ма? Енді аламыз да бұны бағанағыдай істейміз ғой, Ctrl-F шықты. Заменить. Бұның енді несін алып тастаймыз. Алдын, мына номердің алдын артын алып тастау керек қой бізге. Ол үшін мына жерден ана нені таңдаймыз, значенияларды аламыз. Мысалы, артын алайық бірінші. Міне біреу не бар ғой? Двоеточиемен плюс алайық. Ортасында пробелмен. Копировать етеміз. Найтиға ставить. Заменитқа ештеңке қоймаймыз. Мына жерге айтпақшы, нені қоямыз? Жұлдызша қоямыз. Чтоб жұлдызша соған дейін деген ғой. Содан кейін деген сөз. Түсінікті ғой, бәрін алып тастау керек, өшіріп тастау керек деген сөз ғой. Заменить все. Все. Көрдіңіздер ме, артындағы жоқ уже. Мына значенияны кейін көріп аласыздар. Енді алдын алуымыз керек. Алдына сол звездочканы қалтырамыз, ең бірінші сол звездочка тұру керек уже. Сосын мына значение аламыз. Мысалы, не бар ғой? Жақша сияқты. Жақсаны плюс керек жоқ тоже, алып тастауға болады. Так. Бұны копировать қайда? Копировать. Так, мына жерге давай ставить дейміз. Ставить. Сосын заменить все. Все. Мына жерде тек қана номер телефон қалды. Енді осыны скачать етіп қолдансақ болады. Ана біреу бағанағыдай ғой, Word документке салсақ болады, бір жерге сақтап нөмірдің санын жазып, қай жерден алдық бұл, қай группадан алдық. Содан кейін рассылка жіберетін кезде осыны просто қоя саламыз, ана рассылка жасайтын неге, документке. Так, давайте. Менде рассылка жасайтын бар айтпақшы. Қазір мынаны нетейікші. Неме тәгі? Қой жіберейінші. Получается, бұл номерлерді рассылка жіберетін кезде сохранить етіп қажет емес, просто вставить и жібере береміз. Қазір, міне қараңыз, скопировать етіп алдым, мен қазір көрсетем соны. Скопировать етіп алдым. Мен қазір ашып қойыншы. Так, мен қосамай отырмын қазір өзімнің немінші. WhatsApp helperімді. Бағанадан бері рассылка деп жатырмыз ғой, сол не? Түсінбей жатырмын. Ол WhatsApp helper деген ғой. Жоқ, helperді орнатасың дедіңіз, 100 мыңға. 100 мыңға орнатасың дедіңіз. Содан 400 адамға жібересің дедіңіз, сол арқылы, соны нені жіберетін едік? Жібереміз. Сіз қалаған ақпаратыңызды жібересіз. Өзіңізге реклама Неге қосылмай тұр екен, Әр клиентке бір SMS жазып отқанша рассылкамен бәрін бірге жібере салу керек деген сөз ғой. Бір группаға бір SMS жібере салдым деген сияқты, Иә. Сондай ғой.
бірақ оның бәрі бөлек кетеді да, чатта отпайды да. Ана сообществоға бір жібереміз да, бірақ ол каждый кісіге өзіне бөлек түсетін болып тұр ғой да. Солай ма? Сообщество бөлек ол. Так. Не толмай отырмын қазір. Жоқ, мен түсінгенім солай ма? Сообществоға кіргіземіз де осы адамдарды, сосын рассылканы бір жібереміз ба, или каждыйына бөлек жібереміз ба? Одан аласыз, и потом осыны қазір отдельно кетеді өзі. Бұл жерде группа ғой, сонда отдельно кетіп тұр ғой, иә, бір нені жібергенде. Бір кнопканы басқанда бәріне бір уақытта бір SMS барады. әрқайсысына жеке-жеке кететін болып тұр ғой, иә? Иә. Сообщество деген ол группа сияқты ғой. Адамдар тіркеледі, шығып кетеді, тіркеледі, шығып кетеді. Ол жерде де бір информация жіберуге болады деп жатыр. Рассылка бөлек, не бөлек, сообщество бөлек. Так, настройка сайтов. Сұрақ ғой ма? Мысалға бір рет рассылка жібердік қой, сосын екінші касаниеда уже өзімізді таныстырамыз ба ана кісіге, или тағы рассылка жібереміз ба басқаша текстпен? Жоқ, жаңа Қанат мырза айтты ғой, бірінші таныстыру өзіңіз жайында кішігірім ақпарат. Екінші касанияда пайдалы ақпаратпен бөлісесіз. Допустим, үй алудың мынандай жолдар бар деген сияқты. Тағы да осындай пайдалы ақпараттарды білу үшін маған менің номерімді сақтап алыңыз деп жазып жібересіз. Уже үшінші рет жазған кезде уже сообществоңыз бар болса соны скопировать етіп, немесе WhatsApp группаға приглашение жіберсеңіз болады. А төртіншісінде уже смело жібере берсеңіз болады. Консультация бағасы мынандай деген сияқты өзіңіздің қалаған рассылкаларыңыз. Давайте, мен ананы немді қоса алмай қойдым, уже басқа не екен ол ше, мына ноутбукта емес екен. Мына ноутбукқа орнатылмаған ол. Көрсетейін десем, қалай не жіберетінін ше. Ол үшін зумды өшіру керек, ананы қосу керек қысқасы. Давайте бір басқа уақытта көрсетіп бере салам, оны. Или бір видео қолдырып сіздерге жібере салам оны. Ертең сөйтіп жасайын. Айтайын деп отырғаным, жалпы екіншісіне түсіндіңіздер ғой, қалай тағы да алуға болады нөмірлерді. Екі варианты бар. Эксперт чат дейміз, оны бір WhatsApp группаға жібереміз, оны скачать етеміз. Скачать еткеннен қайқа түсті, сол жерін ұқпай қалдым. Скачать еткен соң, ол өзі текстовый документке ашылады мына неде, ноутбукта. Өзі ашылады, иә? Сосын жаңағыны тазалайтын жерін тазалап аласыз да, и неге қоя саласыз? Неге? Excel'ге тағы бір тазалап аласыз, сонымен номері ғана қалады ғой, болды. Все, жақсы, түсіндік. Бүгін қазір қандай группалар бар, соларды алып үйреніп, мысалы 100 номер алсаңыз бүгін, значит 53 мың теңге экономдадыңыз деген сөз бүгін, осы сабақтан кейін. 1000 номер алсаңыз, значит 500 мың теңге экономдадыңыз. Сондықтан сіздерге бәріңізге қайырлы білім болсын. Клиенттің бағанағы соңғы тегін алу жолдарын бүгін түсіндіріп бердім сіздерге. Осымен сіздермен менің сабағым бітті. Мен сіздерге қалай алдында бір жазып едім группаға. Берушілер қатарынан болғым келеді деп ше. Ал білімді жинап жатырмын. Иә, өзімізге қатты қолданып жатырмыз білімдерді. Но анандай өзіңде қалып қалса, ол да мысалы бір не ғой, сасиды ғой, су сияқты ол. Сен андай тәкаппар күйге түседі екен адам, мен білем дегенше. Мен білем деп жүре береді екенсің. Біреу бір нәрсе деп жатса өстіп тұрасың. Мен білем оны деген сияқты. Олай болмау керек екен. Эгомыз жоғарылап кетеді. Эгоң жоғарылап кетеді. Сондықтан сіздерге беріп жатырмын. Өзіме көмекті сіздерге емес, бірінші орында өзіме тәкаппарлығым орныма түсіп жатыр да. Сіздерге пайдалы болсын, бұл білім қайырлы болсын. Жалпы ризамын, что осындай студенттер отырғанына,
андай эмоциональный тоже жақсы жағдайда отырмыз да, сөйлесіп түсіндіріп адамдарға, сіздерге пайдалы болып жатқанын көріп өзім де қуанышты болып жатырмын. Давайте. Мырза, бір нәрсе айтайыншы, сіз өшірмей қоя тұрыңызшы. Сіз алдында типа как психологиялық разбор жайында бір нәрсе өткіземін деп айтып едіңіз, бір зум сабақ. Соны күтіп жүрміз ғой. Мен де сол сабақты күтіп жүрмін, жаңа сұрайын деп жатыр едім, сол психологиялық не керек талдап алғым келеді негізі. Енді ол Мышлениені бонусқа өзгерту. жатпайды негізі ондай ше. Ол үшін ойлаңыздар, сіздер қанша адам мына жерде? 13 адам, 13 адамды, сонда 13 сағатым кетеді ғой менің. Негізі бір адамға 1 сағат, 2 сағат кетеді ол жерде. Мен білесіздер, қабілеттерді жақсы көремін өте адамның. Жалпы адамды қабылдағанды жақсы көремін, адам өз-өзін қалай қабылдаса екен деген, басқа адамдарды қабылдаса екен деген. Оның бәрі сол неде түбі алып келіп қабілеттерге келеді. Біздің Алла тағала берген өз қабілеттер бар, әр адамда әртүрлі. Бұлай бүйтіп бермейді ешқашан. Мана адамды жақсы көрмеймін, осылай жаратылады деген тема жоқ. Түсініп ма? Бәрін жақсы көріп, бәрін жаратады. Бірақ Алла тағала берген қабілетті сіз именно қалай пайдаланып жатсыз, сол ғой. Минусымен пайдаланып жатсыз ба, әлде плюсымен пайдаланып жатсыз ба? Вот осы жерде мәселе. Соң егер жұбайыңның элементарный қабілеттерін білсең, сен жұбайыңды қабылдау жеңіл болады. Оның кейбір тупит ететін жерлерін уже сіз қабылдай аласыз. Түсініп ма? И керісінше, күйеуі әйелінікін қабылдай алады уже. Сондықтан разборға негізі күйеуі мен әйел келсе вообще күшті болады. Бір-бірін қабылдау өте жоғары деңгейде болады. Соң как команда ретінде жұмыс жасайды ғой. Өте дұрыс айттыңыз. Әйелі мен күйеуі бірге барғаны өте дұрыс. Негізі медицинада да айтады ғой, бірге деп, тура сол бірге жүргендері өте дұрыс. Бір-бірін түсінуі, не қылуы. Бірге дұрыс, бірақ оны түсінбейді ғой адамдар. Иә, түсінбейді, көп байқадым. Ұлдар эголар жібермейді ғой, сен мен бүйтатсың, сөйтатсың. Сенбей. Давайте, оны уақыт созылып кетті қысқасы. Уже біз 2 сағаттай болды отырғанымызға. Сіз осы жаңа сообществоның барлығын рабочий телефоныңыз бар ма? Или өзіңіздің WhatsApp желіңізде қолданылған ба? Просто мен памятім көтермей жатыр. Эльвира ханым, мен бағана сабақтың басында айтып кеттім, сіз болған жоқсыз. Отдельный жұмыс телефоны болу керек. Хорошо. Как раз соны алайыншы деп жүрген едім. Өте дұрыс. Алыңыздар. И мынандай ниет жасаңыздар. Осы жұмыс телефоны, анандай емес, анау бір өлейін деп тұрған телефон алмаңыздар. Анау бір қазір 15, 14, 13 деген нормальный айфондар бар, уже бағасы түсіп қалды олардың. Нормальный, более-менее дегенде 100 мың теңгеге алуға болады ол жерде. Бірақ ертең мынандай ниетпен алыңыз. Осы телефон маған миллиондар әкеледі деген. Арнайы сөйтіп бастап алсаңыз, арнайы номер қойып оған, ол әкеледі. Сондай ниетпен істесеңіздер. Сөйтіп алдым, бірақ телефон алмадым. Мен Mail.ru-ның несі толып қалды ғой, памяті толып қалды. Сосын мен бір жылға терабайт сатып алдым да, 18 мыңға, и сонымен жүрмін қазір. Енді қазір мына WhatsApp-ым көтермей қалады, новый телефон аламау деп отырған едім. Жұмыс телефонын бөлек алыңыздар. Просто анандай жағдай болады, колесо баланса деген нәрсе бар. Өмірдің, адамның өмірінде 9 сала бар, денсаулық деген, отбасы деген бар, не бар, рухани құндылығы деген бар, айта берсек там 9 сала общий, саяхаты бар адамның, хоббиі бар деген сияқты. И сол колесо баланста именно осы өмірімізге соны қатты қолдануымыз керек. Жұмыс телефон соған қатты көмектеседі. Өйткені сіз ажырата аласыз. Сағат қазір 9-дан бастап жұмыс телефонымен кешкі жарайды 7-ге дейін істеуге болады. Но ары қарай жұмыс телефонымен жұмыста түнде өстіп отыруға болмайды ешқашан. Адам демалу керек өз бір уақыт.
Сондықтан жұмыс телефоны ол жұмыс телефоны болу керек. Ана не телефоны өзіңіздің жеке телефон жеке болу керек. Шатастырмаңыздар ешқашан осыны. Выгорание кетеді одан адам. Көңілім болмай жүр, зауқым болмай жүр, бір нәрсе істесем қолымнан келмейді деген сияқты, немесе жолым болмай жүр деп, конечно, сен өзіңді зорлап тастағансың ғой жұмыспен әбден. Сондықтан жанның несін, неметайға қалауын, тәннің қалауын, бәрін баланста ұстау керек. Чтобы жақсы жұмыс істеу үшін, жақсы табыс табу үшін. Сұрақ қойып жіберейін бе? Жаңа мына айттыңыз ғой, Қанат мырза, сіз деген контактыны электронный почтаға сохранить етуге болады дедіңіз ғой, ол қалай? Білмейді мен оны. Неден? Облако. Негізі көп нәрсе бар ғой, неде бар YouTube-та. Көп нәрсе бар. Мысалы, бір нәрсе білмей тұрсыз ба, YouTube-тен қарап үйреніп алыңыздар. Негізі бұл өміріңізде қатты көмектеседі. Мен анандай сантехника, мен сантехник емеспін ғой, бірақ сантехника жағынан мысалы мен YouTube-тан көргенде өзімнің инструменттерім бар үйде. Өйтіп сол инструменттермен жасай беремін. Сантехник шақырып сөйтіп жүрмеймін мен. Или электричестводан бір нәрсе бола ма, мен аламда YouTube-тан қарап алам қалай істеуге болатынын. Сонсоң анау сырттағы включатель бар ғой, соны өшіремді, сол жерде анау үлкен ұлымды тұрғызып қоямын, мына ешкім қоспасын деп. Сонсоң үйге келемін, ана ремонттап алам. Мысалы деймін де. Сондықтан элементарны бағана мен істеп отырмын ғой, бағана істеп атқан жерге Ctrl F-пен басып, оның бәрі YouTube-та толып тұр, просто адамдар пайдаланбайды, білмейді өйткені. Мен сіздерге соны айтып отырмын. И бағанағы чатта, контакттарды қалай сақтау керек деген, ол да бар, бәрі бар. Просто желание, мен сіздерге просто направление, себепші болып беріп жатырмын, былай депші. Егер көрмей қалсаңыздар, ұмытып қалсаңыздар, мына записьті нетіп жіберсеңіздер болады, қайталап жіберсеңіздер болады, Все, давайте, сіздерден бір-ақ нәрсе күтетінім, ана неге, сіздерге айтпақшы, өткен сабақта айтқам, хабарласқан жоқпын, уақытым болған жоқ шынымен. Әр қайсыңызға хабарласып, бір зерттеу жасап жатырмын деген негізі. Продюсерский өзімнің бір зерттеулерім бар. Біздің продуктыны қалай улучшать етсек болады деген сияқты, адамдардың қалаулары қандай, эмоциясы қандай деген сияқты мен бір зерттеулер жасап жатырмын. Сол зерттеулерде сіздерге звондасам, өтініш, осы сабақтан бір қарымтасы ретінде бір 5 минут уақыттарыңызды бөлсеңіздер, сол жауаптарға жауап беру үшін, сондай өтініш сіздерден. Сосын екінші нәрсе, неге чаттарға жазып жіберсеңіздер қазір отзыв. Адамдар, ол да бір сауап іс болсын, ол сондай мен маған бір бағана күшті болып қалам, но ана адамдар көрсін да, мынау сабақ болыпты ғой осындай, ана сақталды ма, сақталғанын көрейін мен деп, оларға да бір клиент табуға пайдалы болсын бұл сабақ. Давайте, рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сізге рахмет. Уақытыңызды бөлгеніңізге, біз үшін жаныңызды бергеніңізге. Жақсы, кім сөйле, Алуа ханым, сіз бе? Жоқ, шынымен мен қанша сабақ өтіп жатырмын, сіздер сияқты бүйтіп сабақ өтіп жатқан адамды қатты бүйтіп байқамадым. Андай не түсіре салады, неді? Видео сияқты ма, сондай түсіреді да, соны беріп қояды онлайн депші. И содан оқып аламыз көбінесе. Но енді живойдың аты живой, но живой болғанда да сіздер зуммен енді как-то живой ғой. Сол жақсы өтіп жатыр. Мырза, бір сұрау мен сабақтарға қатыса алмай қалып жатырмын, бағана азандағы сабақ. Салып жатырмыз, бәрін салып жатырмыз неге зумға, қайталап көріңіздер, обязательно ол. Еще этот енді көре алмай қалсаңыздар, даже бір жерде не етесіздер қандай, консультация өткізіп, бір жерін түсінбей қалсаңыздар, ана сабақтарды бір жыл болады, қарасаңыздар болады да. Давайте сұрақты жекеге жазып жібересіз, мен қазір кішкене асығып тұрған нем бар, уақытым бар. Рахмет. Давайте, нені пікірді. Сау